Веб-дизайн пәні бойынша кезекті лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекцияның тақырыбы веб-дизайн кезеңдері идеядан прототипке дейін. Яғни, дизайн саласының алғашқы екі кезеңін қамтитын боламыз. Қандай міндеттерді атқарады? Осы алғашқы кезеңде неге баса мән беру керек? Оның инструменттері қандай? Бұның жаңашылдығы, трендтері қандай? Міне осы төгірегінде тоқталатын боламыз. Ал енді дизайнның бүгінгі трендтеріне тоқталмас бұрын сәл веб-дизайнның эволюциясына тоқталып кетейік. Өткен сабақта біз веб-технологияның негізі үш нәрседен тұрады. Яғни жеткізу протоколы HTTP, адрестік жүйе URL және HTML гипертекстік тілінен тұрады дегенбіз. Осы үш технологияның басын құрап, алғаш рет веб-сервер, веб-браузер, веб-документ сияқты өнімді жасаған мына суреттегі Тим Бернерс-Ли деген инженер, өнертапқыш программист болып табылады. Ол 1991 жылы өзінің алғашқы осы құжаттарын іске қосады. 91 жылдан бастап ол кең тарай бастайды. Тим Бернерс-Лидің басты еңбегі сонда ол бұл технологияны ешқандай патент деген жоқ, яғни ақша сұраған жоқ, интернетті тегін пайдалануға, осы мүмкіндікті адамзаттың пайдасына жаратуға тегін берді. Соның нәтижесінде біз интернеттің контентіне, одағы технологиялар үшін ешкімге ешқандай қаржы төлемейміз, тек қана байланыс құралдары, жеткізу құралдарына ғана қаржы шығындалады. Ал енді осы Тим Бернерс-Лидің интернет технологияны ашуға қалай келді, бұл интернет технологиядан не күтеді, қоғамдық өзгерістерге қандай жаңалықтар алып келеді, міне сол туралы мына жерде BBC компаниясының түсірген деректі фильмі бар. Соның YouTube каналындағы сілтемесіне мына жерде нұсқаулық беріліп тұр. Осы фильмді қарап шығуларыңызға, Тим Бернерс-Лимен жақынырақ танысуларыңызға болады. Жалпы веб-технологиялар ұзақ уақыт бойы қалыптасты. Оның алғашқы элементтері 1990 жылға дейінде болды, бірақ дегенмен тұтас жүйе ретінде осы Тим Бернерс-Лидің жаңалығымен тікелей байланысты. Сол міне 90 жылдардан кейін-ақ бұл нәрселер жедел дами бастады. Міне жаңа құралдар пайда басталды, жаңа кезеңдері болды, жаңа технологиялар, компьютерлік бағдарламалар, форматтар, платформалар пайда болды. Міне соның нәтижесінде интернет технология тез дамып келе жатыр. Күні бүгінге дейін осы салада миллиондаған адамдар қызмет атқаруда. Қазір Тим Бернерс-Ли дүниежүзілік осы интернет консорциумның басшы қызметтерін атқарады. Яғни интернеттің стандарттарын жетілдіріп, оның мүмкіндігін арттыруда үлкен рөл атқарып отыр. Мына жерде алғашқы сайттың үлгілері көрсетілген. Өздеріңіз көріп отырғандай өте қарапайым, әсіресе мына мәтінге, текстке үлкен мән беріледі, және гипертекстер арқылы, сілтемелер арқылы бір құжаттан екінші құжатқа ауысу, шағын ғана суреттер берілген. Міне алғашқы веб-сайттар осындай шектеулі ғана функцияға ие еді. Қазір әрине веб-сайттың мүмкіндігі күрт артты, аудиториясы ұлғайды, интернетке көңіл бөлетін технологиялар өте көп, күн сайын жаңа технологиялар шығып жатыр, интернет аудиториясы да қалыптасты, интернет бизнес көзіне айналды, интернет бизнеске көмектесетін болды. Ал енді бүгін біздің тақырыбымыз интернет веб-дизайнды жасаудың кезеңдері деп аталады. Соның алғашқы екі кезеңіне тоқталатын боламыз. Оның біреу концепция жасау. Кез келген веб-ресурсты жасау үшін алдымен оның концепциясын әбден пісіріп алу керек. Ол қандай атауға ие болады, қандай тақырыпты қамтиды, қай салаға арналады, мақсатты аудиториясы кім болады, міне соның бәрін есептеп алсаңыз, онда сіздің жобаңыз да ұтымды болып шығады. Жақсы және табысты веб-контент жасау өте дәл технологияға, қатаң талаптарға бағынады. Бәрі идеядан, соған жетуге мақсат қоюдан басталады. Әрине, кез келген веб-ресурстың танымалдығы жоғары болғанын қалаймыз, оның табыс әкелгенін қалаймыз. Міне соған жету үшін әртүрлі мақсаттарды, міндеттерді қоямыз, және соны кезең-кезеңмен орындайтын боламыз.
интернет тұтынушының көңіл күйіне, сезімі мен шабытына қалай әсер етемін деген мәселе басты назарда тұруы тиіс. Міне сонда ғана сіздің жобаңыз танымалдыққа ие болады, әсер етеді, белгілі бір эмоция қалдырады. Мына жерде міне прототипке дейінгі іс-шаралардың кезеңі белгіленген, яғни қарапайым эскиз сызбалар, одан кейін компьютерде соны өңдеп дайындау, содан кейін міне қарауға болатын көрнекі прототип жасалады. Бұл жерде түстер қарастырылады, қай беттен қай бетке ауысамыз, материалдардың орналасуы қандай болады, навигациясы қандай болады деген сияқты қарапайым сұрақтарға ұғынықты жауап аламыз. Міне веб-дизайнды көбіне жалғыз адамнан гөрі ұжым болып атқарады, міндеттерді бөліседі, үйлестіре қызмет атқарады. Осы веб-дизайнды жасаудағы бірінші кезең концепцияға толығырақ тоқталайық. Бірінші кезеңнің міндеттері заманауи веб-дизайн трендтері мен стильдерін талдау, сайттың немесе қосымшаның ауқымын нақтылау. Екінші, мақсатты аудиториясын белгілеу, бәсекелестермен салыстыру және талдап, соның артық жақтарын қай тұсында басым болады, қандай нәрселерді ескеру керек, ерекшелігі неде болады, мұны соны дөп басқан жөн. Үшінші, ресурсты бөлу, мерзімін белгілеу, бюджеті мен басқа да шығындарының сметасын бекіту. Яғни сіз веб-ресурсты қандай адамдардың қатысуымен, шағын бола ма, үлкен бола ма, көп шығынды қажет ете ма, мерзімі жағынан қанша уақытқа созылады, міне соның бәрін өте дәл есептеп жобалап алған дұрыс. Содан кейінгі бір назар аударатын мәселе ол стратегия жасау. Осы стратегия жасауды қазір UX дизайнер дейміз. Осы топ адамдары жүзеге атқаратын болып жүр. Оның қызметіне келесі слайдтарда кеңірек тоқталамыз. Яғни оның басты міндеті креативті концепцияны табу, соған барлық адамдарды жұмылдыру. Тұтынушылардың сұраныстарын ескере отырып, соған жұмысты бейімдеу, үйлестіру, соны дөп табу, ертең жарияланған кезде ол көңілден шығатындай жоба жасау. Бірінші концепция кезеңінің нәтижесінде біз тапсырыс берушінің ұсыныстарын қабылдаймыз, онымен келіссөздер жүргізіп пысықтап аламыз, соның негізінде бриф дайындалады, алғашқы жазба нұсқасы дайындалады, техникалық тапсырмалар дайындалады және келісім бекиді. Яғни кім қаржыландырады, қалай жүзеге асады, қанша уақытта жүзеге асады, соның бәрі міне талқылап, ақылдасып шешіп аламыз. Міне мынау батыста қалыптасқан осы концепция жасау алғашқы кезеңнің міндеттері, бұл әрине әр жерде әрқалай жүзеге асырылуы мүмкін. Ал енді міне төменгі схемада бүткіл осы веб-дизайн процесінің барлық процестер, яғни міне мақсатты қоюдан бастап, белгілеуден бастап, қай салалар қалай жауап береді, қаншалықты ұзақ уақыт алады деген сияқты сұрақтарға жауап беріледі. Оның ең соңы монетизация дейміз, яғни табыс әкелуге дейін жалғасуы керек. Веб-дизайнмен кімдер айналысады, қандай мамандар тартылады алғашқы концепция кезеңіне. Әрине кез келген жобада басшы үйлестіруші болады. Міне барлық басқа қызметтер соған бағынады. Кейбір үлкен ұжымдарда техникалық директор өзінің программистердің жұмысына, техниканың жұмысына жауап береді. Осы алғашқы кезеңдегі басты тұлғалардың біреуі веб-аналитик. Яғни нарықтағы сұранысты зерттеп, басқа сайттармен салыстыра отырып, өзінің тікелей бәсекелестерін анықтап, соның сапасынан кем болмайтын өнім жасау үшін қандай шаралар қолдану керек, қай жерінде басымдық беру керек, соның бәрін веб-аналитик анықтайды. Содан кейінгі жұмысқа кірісетін топ ол дизайнерлік топ деп есептеледі. Біз оны үшке бөліп қарастырайық, солардың арасындағы өзгешеліктерді, айырмашылықтарды талдап шығайық. Ең жұмыстың ауқымды бөлімі графикалық дизайнға түседі. Яғни графикалық дизайн иесі алғашқы нобайын эскизін жасайды. Оның негізгі рөлі адамның эстетикалық сезіммен үйлесетін өнім жасау, мәтінді немесе кескіндерді қолдануда дұрыс қаріпті және басқа да визуал дизайн элементтерін таңдау арқылы компанияның өнімі мен қызметіне эмоциялар мен сезімдерді қосу. Яғни сіз көрнекі
дүниені жасап көрнекі дүниені ғана жасап қоймайсыз, сонымен белгілі бір сезім тудыруыңыз керек, белгілі бір әсер қалдыруыңыз керек, белгілі бір эмоция тудыруыңыз керек. Міне графикалық дизайнмен айналысатын мамандар көбіне мына бағдарламаларды қолданады. Векторлық редакторлар дейміз, соның үлкен тобы міне Corel Draw және Adobe Illustrator. Сонымен қатар міне дайын материалдар беттеу бағдарламасы InDesign және фото суреттермен жұмыс істеу, растрлық редактор деп аталады, Photoshop сияқты редакторлармен жұмыс істеу керек. Міне осы үш бағыттағы программалармен міндетті түрде жұмыс істеуге тура келеді. Әрине бұл бағдарламалардың атауы да көп, түрлері де көп, соның қайсысын пайдаланасыз, қайсысы қолайлы. Әңгіме мына бағдарламалар сол саланың стандарты болып есептеледі. Графикалық дизайнер осы өнімдерді жетік меңгеріп, жақсы меңгеруі керек. Сонымен қатар басқа да құралдар қолданылады. Sketch, Figma сияқты, енді әр дизайнердің өзінің таңдайтын өнімдері болады, өзіне қолайлы заттары болады. Соған байланысты қазір не көп, инструмент көп, бірақ қол жеткізетін нәтиже біреу ғана. Келесі бір дизайнерлер тобы, ол UI дизайнерлер деп атаймыз. Оны пайдаланушы интерфейсінің дизайнері дейді. Яғни өнімнің сыртқы келбеті мен сезіміне жауап береді. UX жобалаған жолмен визуалды түрде байланысын, яғни интерфейсін жасайды. UI дизайнері интерактивті элементтермен, мысалы түймелер, түс схемасы, пішін енгізу өрістері, анимациялар, ашылмалы мәзір және типографиямен айналысады. Ол сонымен қатар дизайндағы үйлесімділікті сақтауы керек. Шрифттермен, интервалмен, түр түсімен және орналасуымен өнімді визуалды сәйкестендіруге арналған үлгіні эскизді жасайды. Міне көріп отырғандарыңыздай алғашқы нобай, алғашқы сызба осы дизайнердің қолымен жасалады. Содан кейін талқыланып, бекігеннен кейін ғана ол арнайы бағдарламалармен өңделеді. Міне UI дизайнерлерінің жиі қолданатын программаларының қатарында Adobe XD, Sketch, немесе Figma деген басқа да бағдарламалар бар. Бұл бағдарламаларында атауы өте көп, түрлері өте көп. Қазір веб ресурс ретінде онлайн жұмыс істейтін бағдарламалары бар, сақтап қоюға болатын бағдарламалары бар, бұлтты технологиялармен бірге жұмыс істейтін бағдарламалар бар. Міне бұл дизайнерлердің басты міндеті көрнекі, көзге көргенде адам сүйсінетін өнімді жасау. Түс жағынан, шрифт жағынан, орналасу жағынан, көлемі жағынан, контраст жағынан өте жинақы өнімді жасау осы иллюстратор дизайнерлердің міндеті болып табылады. Ал қазір бір веб дизайнда UX дизайнға аса көп мән беретін болып жүрміз. Оның ағылшынша сөзі user experience, пайдаланушы тәжірибесі дизайны деп аталады. Яғни оның міндеттері веб немесе мобильді қосымшада іс-қимыл жасайтын элементтердің логикасы мен құрылымына жауапты. Оларды кейде UX сәулетшілер деп атаймыз. Яғни, мысалы үй құрылысында сәулетші қандай рөл атқаратын болса, веб дизайн құрылысында осы UX дизайнерлер сондай рөл атқарады. Оның негізгі кірпіші неден қаланады, қандай элементтерден тұрады, қайда қарайды, терезесі, есігі қалай түседі деген сияқтыны дизайнер белгілейтін болса, міне бұл веб дизайнда оны UX дизайнері жасайды. Бұның жұмысы өзі екі фазадан тұрады. Бірінші кезең зерттеу деп аталады, яғни анализ. Зерттеу кезеңінде UX дизайнерлер ақпараттық архитектураны, адам факторлары мен түпкі пайдаланушылар түсіну үшін бәсекелестік талдау жүргізеді. Пайдаланушымен сұхбаттар өткізуі мүмкін. Басқа да әртүрлі құралдар мен әдістерді қолданып, сіздің болашақ ресурсыңыз қаншалықты тиімді болатын дегенді күні бұрын болжап, біліп, соның жолдарын белгілейді. Құрылымын белгілейді және соның жұмыс істеуіне жауап береді. Ал енді веб-сайт дайын болғаннан кейін оның екінші фазасы басталады. Яғни ол сіздің ақпаратыңызды кім қарады, қалай қарады, мақсатты аудиториядан қаншасы қатысты, жаңа аудитория
клиенттер қосылды ма деген сияқты сұрақтарға жауап бере отырып, екінші фазада мәліметтерге сүйене отырып өнімдіге түзетулер енгізеді. Яғни бұл ұдайы болып жататын процесс. Бұны UX дизайнерлер көбіне психологиясы мен коммуникацияға жауап береді, ал UI дизайнерлер ол сыртқы көрінісіне жауап береді. UX дизайнерлер жиі қолданатын бағдарламалар. Мұны аудиторияны зерттеу талдау үшін оның ондаған компьютерлік бағдарламалары бар, соның ішінде UX картасы деген бар. Мұна мыш сияқты, тышқан сияқты құралдардың қалай қозғалатындығын, қай жерге ұзақ тоқталады, қай жерге жылдам өтіп кетеді, прокрутканы қалай жасайды, соның бәрін зерттейтін де бағдарламалар бар. Бұндай бағдарламалардың саны да мүмкіндігі де өте көп. Әр команда өзі қайсына бейімделеді, соны пайдаланып жұмыс істейді. Сол сияқты міне тест жүргізу, яғни ең соңғы интернеттегі кері ақпаратты ала отырып, оны түзетуді өз құралдары бар. Міне сонымен UX дизайнерлердің қызметі өте ауқымды екен. Ол қазіргі кезде жеке сала ретінде қарастырылатын болып жатыр. Тіпті арнайы курстар ұйымдастырып, арнайы мамандықтар шығып жатыр осыған байланысты. Өйткені сіз сайтты қате жасап, болмаса сайтты жасап алып, одан кейін түзеткеннен гөрі ол болашақ кездесетін проблемалардың барлығын күні бойын жобалап, жоспарлап, біліп отырған дұрыс. Міне UX пен UI-дің осы трендтерінің ішінде мынадай міндеттер бар. Міне жаңа біз айтқан дүниелерді мына жерде визуалды көрсетіп тұр. Көзге көрінетін дүниелер, көзге көрінбейтін дүниелер. Екеуі міне екі салада жұмыс істеп, бірін-бірі толықтырады, бірін-бірін жалғастырып, тұтас бір өнім жасауға алып келеді. Ал соңғы жылдары осының барлық компьютерлік өңдеуге жататын болып жатыр. Осыған байланысты мынадай тренд пайда болды. Data driven десегін дейді. Бұл компьютерлік зерттеу, компьютерлік тестілер, компьютерлік болжал жасау арқылы дизайнға өзгерістер енгізу, дизайнды басқаруды қамтамасыз етеді. Яғни бүткіл дизайн процесі белгілі бір бағдарламалардың бағыт-бағдар беруімен жүзеге асады. Ол үлкен мағлұматтар, big data мағлұматтарына тәуелді. Интернетте сіздің ғана сайтыңызды, сіздің сайтыңыздың ашылған, жабылғанын ғана тексермейді. Сол сияқты сізге ұқсас, бәсекелес компаниялардың өнімдерін де зерттейді. Жалпы нарықтағы, сол аймақтағы артықшылықтарды, интернет тұтынушылар қалай жұмыс істейді, соның барлығын зерттей отырып, сізге дизайн жасаудың белгілі бір бағыт-бағдарын көрсетеді. Міне осындайда жаңа трендтері бар. Яғни жасанды интеллект деңгейіне дейін жеткен жағдайлары кездеседі. Мына инфографикада батыстық, мысалы Калифорнияның фирмалары қалай жұмыс істейді, сол туралы ақпарат берілген. Мына сілтемеде сол ақпараттың толық нұсқасы бар. Қай кезеңде қандай жұмыс атқарылады, қандай жауапкершілік міндеттер жүзеге асады, оны кім орындайды деген сияқты нәрсенің барлығы кезең-кезеңімен өзі жалғасты түрде көрсетілген. Әрине, кез келген жобаға бұның дәл осындай қолданылуы қиындау болатын шығар, бірақ әр жобаның өзінің ауқымы, өзінің міндеті бар. Негізгі принциптері осы төңірегінде өрбиді. Сонымен UX дизайны интерфейсті пайдалы етеді, ал UI дизайны интерфейсті әдем етеді. Міне осы екеуі бірін-бірі толықтырып, бірін-бірі жетілдіріп, тұтас бір бізге дайын өнімді веб ресурсты дүниеге әкеледі. UX туралы жаңа айттық, материалдар өте көп, жаңа бағыт ретінде қазір оқытылып жатыр, бірақ мен соның бір ғана элементіне тоқталайын. Бұл мысалы карточканы сұрыптау деп есептеледі. Яғни сіз күні бұрын болашақ веб ресурсыңыз қалай қаралады, қандай элементтерден тұрады, қай жағдайда қалай жауап қайтарылады, кері байланыс болады, кім оны тұтынушы болуы мүмкін, оның сұраулары қандай, оның сұраныстары қандай деген сияқты мәселелердің барлығын осы түрлі түсті қағазбен, кезең-кезеңімен, топ-тобымен белгілеп, зерттеп, оны ауыстырып, талқылап, бәрін қабылдап отыруға болады. Бұны компьютерде де жүзеге асыруға болады. Осындай көрнекі түрде мысалы қабырғаға жапсыру арқылы да атқаруға болады. Жалпы міндеті
сіздің өніміңіздің танымалдығын арттыру, оған көп адамдарды мүмкіндігінше барынша көп қатыстыру және ұзақ қатыстыру, сіздің ресурсыңызға бөлетін уақытын арттыру. Тұтынушы ретінде сатып алуына, қызметті пайдаланушы ретінде қолдануына жағдай жасау. Дизайн кезеңінің міндеттері түсінікті, жаңағы көрнекіліктің бәрін қамтамасыз етеді. Графикалық дизайн иелерінен бөлек кейде иллюстраторлар да қолданылады. Сонымен бірге бұл жерде маңызды рөл атқаратын фотограф, яғни фотосурет маманы да болуы мүмкін. Ол жеке қарастырылуы мүмкін, ол дизайнерлердің міндетіне жатуы да мүмкін. Яғни қазір кез келген веб ресурс суретсіз шықпайды, суретсіз мүмкін емес. Сондықтан да суретті қалай пайдаланасыз? Өзіңіз жеке фотограф штатын ұстайсыз ба? Жоқ болмаса дайын суреттерді сатып алып, рұқсат алып пайдаланасыз ба? Или болмаса қазір фотобанктер деген өте тиімді. Болмаса тіпті еркін жаңа фотографтарға тапсырыс беріп сурет түсіртіп алуға болады. Міне сол мүмкіндіктердің қайсысын қалай пайдаланасыз, ол сіздің веб ресурсыңыздың ресурсына, веб ресурсыңыздың мүмкіндігіне және қажеттілігіне байланысты. Осы жерде журналист қызметі де шығады. Ол мысалы мәтінмен жұмыс істеу. Веб ресурстағы мәтінмен жұмыс істейтін, тақырыптарды, рубрикаларды, айдарларды белгілейтін, слогандарды бекітетін, қысқа анонс жасайтын маманды біз копирайтер дейміз. Копирайтердің міндетіне текстпен жұмыс істеу, өңдеу, редакциялау, қысқарту, жинақтау, сұрыптау деген сияқты міндеттер кіреді. Міне, яғни дизайн кезеңінің міндеті концепция, техникалық тапсырым және смета бекітілгеннен кейін маңызды кезең веб дизайн немесе болашақ веб ресурстың прототипін жасау басталады. Яғни алғашқы екі кезеңнің нәтижесінде болашақ дайын веб ресурстың прототипі, алғашқы үлгісі, нобайы, тіпті қазір компьютерлік бағдарламалар арқылы интерактивті прототипі жасалады. Міне екінші кезеңнің міндеттері, дизайн кезеңінің міндеттеріне сайт құрылымын жобалау және эскиз әзірлеу жатады, детальдарды пысықталады, визуалды образ жасалады. Көзге көрінетін, бағалауға болатын, болашақ сайт қандай болады деген сұрақтардың бәріне жауап аламыз. Тағы бір маңызды міндеті ақпаратты жинақтау және жүйелеу, контент түсу және толықтыру. Ол веб ресурста қандай мазмұн болады, қай нәрсе артық, қай нәрсе кем, соның бәрі өте сүзгіден өтіп, ең керегі іріктеледі, сұрыпталады, дайын ақпарат жинақталады. Сонымен бірге графикалық редакторларда дизайн макеті әзірленеді, материалдар қалай орналастырады, материалдар қалай ауысады, навигация қалай болады, соның бәрі шығады. Сәтті суреттерді іріктейміз, яғни фотографиялармен жұмыс істейміз. Қаріптер, қандай қаріптер қолданылады, соның шеңбері анықталады. Әдетте негізінен 1-2 қаріп қолданылады, негізгі қаріп және қосалқы қаріп. Сонымен қатысты ең бастысы түске қатысты шешім қабылданады. Сайттың безендірілуі қарапайым бола ма, күрделі бола ма, неше түс қолданылады, түстердің үйлесімділігі қалай болады, сол туралы нақты шешім қабылданады. Сонымен бірге екінші кезеңнің міндеттеріне тұтынушы сценарийлерін ойластыру, интерфейс пен навигацияны белгілеу, веб ресурстың картасы мен жұмыс прототипін әзірлеу жатады. Жұмыс прототипі дегеніміз болашақ сайттың нақты кескіні, келбеті, түр түсі, шрифті, материалдары барлығы көрініп тұрған жобасы. Яғни дизайн кезеңінің нәтижесінде болашақ веб ресурстың жұмыстап тұрған прототипіне қол жеткіземіз. Макетті тапсырыс беруші талқылап қолдайды. Егер ол бекітетін болса, онда ары қарай беттеуге, яғни компьютерлік бағдарлама арқылы кодын жазуға, басқа да элементтерін орналастыруға кірісеміз. Біз өткен лекцияда веб дизайнда үрдіс, процесс деп қарастырған болатынбыз. Яғни бұл процесс ұдайы жалғасып отыратын, еш уақытта тоқтамайтын, толық тұрып, өзгеріске ұшырап, редакцияланып отыратын нәрсе екендігіне тағы назар аударғымыз келеді. Міне алғашқы идеяны жасау, алғашқы тексті жазу, суретті іріктеу, безендіру элементтерін алудан бастап, оны кодын жазу, оны тарату, навигациясын орнату, танымал ету, ілгерілету,
сапасын қадағалау деген сияқты жұмыстардың барлығы бірін бірі толықтырып айланып келіп отырады. Қателіктер түзетіледі, кемшіліктер жойылады, тіпті контент ауысып жататын жағдайлар да болады. Кейбір сұранысқа ие болмаған контент мүлде алынып тасталады, оның орнына сұранысқа ие болған контенттердің үлесі арттырылады. Міне осылай үрдіс ретінде ұдайы жұмыс жүргізіліп жатады. Енді лекциямыздың соңында бүгінгі веб дизайнда қандай трендтер бар, қандай жаңашылдық бар, қандай технологияларға басымдық беріледі деген мәселеге де назар аудара кетейік. Қазіргі ең басты талап ол бейінді дизайн, адаптивный дизайн деп аталады. Яғни сіздің жасаған веб ресурсыңыз барлық компьютерлік цифрлық құралдарда бірдей ашылу керек, сауатты ашылу керек, мазмұны толық көріну керек, тұтынушыға түсінікті, ұғынықты болу керек. Яғни үлкен компьютер болсын, планшет болсын, смартфон болсын, тіпті қол сағаты болсын, солардың бәрінде көрінетіндей, қажетіне қарай жаратылатындай болғаны жөн. Осыдан келіп туындайтын интерфейс қолайлылығы дейді, удобство. Яғни бірден ашқан кезде сіздің веб ресурсыңыз түсінікті, барлық құралдары орнында тұру керек, және оңайдан күрделіге, шағыннан ауқымдыға ауысатын жағдайлар қарастырылғаны жөн. Тұтынушы сіздің алғашқы бетіңізді ашқаннан ақ жағымды пікір қалыптастыру керек, ары қарай барлығын қарап шығуға ұмтылу керек, ұзағырақ қарағаны жөн, ұзақ пайдаланғаны жөн, зат болса оны сатып алатындай жағдайға дейін жету керек, қызмет болатын болса ол қызметке болашақта қайта оралатындай болғаны жөн. Қазіргі тренд бойынша флеш технология қолданылмайтын болды. Флеш технология деп кейбір суретке, видеоға қатысты безендіру, қозғалыс элементтерін айтатынбыз. Ол жеке бағдарламада жасалып, веб-сайтқа енгізілетін. Қазір бұл технология тоқтады. Оның орнын қазіргі HTML болсын, CSS болсын, сол программалардың өздері де атқаратын болды. Содан кейінгі бір маңызды мәселе ол видео контент. Барған сайын бейне ақпаратқа, видеоға сұраныс артып келе жатыр. Қазір басым көпшілік аудитория алдымен видеоны қарайды, содан кейін ғана басқа текст, аналитика сияқты материалдарға көңіл аударады. Сондықтан видео контент жасауға ұдайы көңіл бөлу керек, оны назардан тыс қалдырмау керек. Мүмкіндігінше видео роликтер, видео анонстар жасаған дұрыс. Тіпті талдаманың өзінде видеоны қолдануға сұхбаттарды енгізуге болады. Міне сол мүмкіндікті барынша қарастыру керек. Содан кейінгі бір тренд ол жалпақ плоский дизайн деп аталады. Яғни кей жағдайларда сіздің түпкі міндетіңізге қарай қарапайым дизайн қолданылуы мүмкін. Тез ұғатын, тез қабылданатын, тез әсер алатын дизайнды да назардан шығаруға болмайды. Сонымен бірге соңғы кездері ашық қаріптер, яғни шрифттер қолданылатын жағдайлар кездеседі. Тіпті шрифттерде градиент қолдану, түрлі түс қолдану деген сияқты. Содан кейін мына авторлық шрифттерді қолдану, бұрын сирек кездесетін мүлде жоқ шрифттерді қолдану деген сияқты, шрифтті қолдан жасау деген сияқты тенденциялар да бар. Еш уақытта мына өзінің маңызын жоғалтпайтын тағы бір нәрсе бар, ол артқы фон, бэкграунд. Бұған да ұдайы назар бөліп отырған дұрыс. Сонымен қатар соңғы жылдары мысалы корпоративті блоктар деген нәрсеге көңіл бөле бастады. Бұрын мысалы корпоратив, жаңа мекеме, ұжымның ақпараты веб ресурста ресми ғана атқарылатын, негізгі ақпарат қана болатын, соңғы кезде соған эмоция беру, соған кезге жан бітіру мақсатында жеке қызметкерлердің, басшылардың, жетекші мамандардың өз ой пікірлерін, өзінің түйсігін, өзінің сезімдерін, көзқарасын жеткізетін осындай блоктар жүргізіле бастады. Бұл әрине негізгі ақпарат көзін толықтырып, соны жандандырып, адамға жақын етеді, оның да өзінің атқаратын белгілі бір рөлі бар. Лендинг пейдж. Лендинг пейдж, яғни бір беттен тұратын веб ресурстар
мүмкіндігінше бұрынғыдай үлкен ауқымды ақпаратты тықпыштай беріп емес, керісінше бір беттің өзінде негізгі ұстанымдарыңызды, негізгі идеяңызды, негізгі концепцияңызды, сіздің фирманың артықшылығын, болмаса тауардың үздік тұстарын көрсетуге болады. Осы қысқа ақпарат арқылы, нақты ақпарат арқылы тұтынушы оңай бағыт бағдар алады, түсінік алады. Ендігі бір аса мән беретін нәрсе ол мобильді қосымшалар, болмаса жаңағы смартфонға арналған веб парақшалар. Соңғы жылдары мобильді құралдардың саны күрт өсуде. Соның ішіндегі ең бастысы мына смартфон. Тұтынушылар көп уақытын смартфон арқылы жұмсайтын болды. Медиа тұтыну смартфонға көшіп жатыр. Осыған байланысты ақпаратты сіз мобильді қосымшалар арқылы да жүзеге асыруыңызға болады. Ол күн артқан сайын сұраныс артып келе жатыр. Тіпті мобильді қосымшалар кейбір веб ресурстарда қол жеткізе алмайтын нәтижелерге жеткізеді. Ол арқылы белгілі бір қызметтерді бастаудан бастап аяқтауға дейін сатып алу, ұсыныс білдіру, кеңес алу, уақытын белгілеу деген сияқты неше түрлі қажет амалдар жүзеге асырылады. Сондықтан да мобильді қосымшаны қатар алып жүрсе, одан тек қана ұтады, және бұл аудитория еш уақытта азаймайды, өскен үстіне өсе береді. Өйткені телефондар қазір қолайлы бола бастады, кез келген жерде интернет технологиялар қол жетімді. Сондықтан да мобильді қосымшаға аса мән беру керек. Сіздің сайтыңыздың ең бірінші сол смартфондарда дұрыс ашылуына, дұрыс қаралуына, бәрінің қол жетімді болуына көңіл бөлу керек. Жалғасты қарау деген тағы бір тренд бар. Ол тренд, яғни сіздің парақшаңыздан бірінен екіншісіне ауысу, непрерывный прокрутка дейді. Жалғасты болып, жеңіл болып жатса, көзге аса салмақ салмайтын болса, ол да жақсы трендтердің біреуі болып есептеледі. Ірі қаріптер, жаңағы айтқанымыздай, жаңадан жасалатын қаріптер қолданыла бастады, ірі шрифттер қолданыла бастады. Ол да белгілі бір дәрежеде өз нәтижесін беруде. Бұрын негізі веб-сайттар көбіне симметриялы, стандартты болып келетін. Қазір содан қашу технологиясы бар. Стандартқа келмейтін геометрияда кең қолданыла бастады. Яғни мына баланс, контраст мәселесінде әркім әртүрлі эксперимент жасайды. Бұның нәтижесі де кейде жаман емес. Әрине бет әлбетті оны эксперимент жасап білдіре беруге болмайды, бірақ дегенмен мүмкіндігінше әртүрлі қызықты жобаларды ұсыну, қызықты дизайн элементтерін енгізу, эксперимент жасау, ол тек қана ұтатын нәрсе. Міне, бүгінгі веб дизайн технологиясында осындай бағыт бағдарлар, осындай басымдықтар бар екен. Бұның көпшілігін алдағы уақытта тереңірек талдайтын боламыз. Енді бүгінгі лекциямызды қорытындылайық. Сонымен жалпы веб дизайн процесінде мына концепция жасау мен жобалау және бірінші кезеңдегі дизайнды жасау, прототипті жасау аса маңызды екен. Осыдан барлық болашақ сайттың табыстылығы, оның өтімділігі, оның қайтарымы, оның кері байланысы, танымалдығы деген сияқты мәселелер шығады. Сондықтан да бұған баса назар аудару керек. Ең көп процесс осы кезеңде атқарылып, жанды талқылау болып, белгілі бір шешімдер қабылдау керек. Ал енді бұл лекцияға қатысты қандай әдебиеттер бар дегенде, әдебиеттер өте көп. Күн сайын жаңа кітаптар шығып жатыр. Соның ішінде міне барлық дизайнерлер, барлық осы саланың мамандары жоғары бағалаған міне бірнеше кітаптың мен суреттерін, аты жөнін белгілеп қойдым. Интернеттен қай-қайсысын болса да оңай тауып алуға болады. Осы кітаптармен танысыңыздар. Айтып отырмын ғой, бұл салалар жаңа сала, мына веб дизайнға жаңа леп әкелген сала. Сондықтан да күнде өзгерістер болып жатады, күнде жетіліп, жаңа ұғымдар пайда болып жатады. Тіпті осы қызметті жақсы меңгерген адамдар миллион деген табыстарға жетеді дейді мына кітаптың ұсынысы. Иә, UX дизайнерлерге қазір сұраныс өте көп. Мына графикалық дизайнды қазір әркім ақ меңгерді белгілі бір дәрежеде. Өйткені қол жетімді құралдар көп.
компьютерлік бағдарламалар оңай, қолайлы бола бастады. Ал енді кейбір салаларда әлі маман тапшылығы бар. Әсіресе Қазақстанда бұл мына UX дизайн деген сияқты жаңа дүниелер көбіне жете қойған жоқ. Көбіне сол батыстық технологияны қайталаймыз, соның ізімен жұмыс істейміз. Ал енді өз кескін келбетіміз, өз денісіміз, өз шығармашылығымыз әлі орнықты бола қойған жоқ. Сондықтан да осы саладан білім алған, білімін толықтырған, білімін жетілдірген адамдар алдағы уақытта сұранысқа ие болады. Міне, бүгінгі лекциямыздың қорытындысы осындай. Ізденіңіздер, жақсы кітаптарды оқыңыздар, жақсы дизайндарды қараңыздар, солардан белгілі бір қорытынды шығарып, өздеріңіздің күнделікті жұмыстарыңызда, шығармашылығыңызда қолданыңыздар.